Баршаңызға сәлем, менің құрметті YouTube көрермендерім. Мен сіздермен бүгін қыстық тұздалған қиярдан жасалынған керемет салаттың рецептімен бөліскелі отырмын. Қажетті заттар: тауықтың төс еті, пияз майдалап туралынған және шампиньон, саңырау құлағы. Ең алдымен қиярды осылай соломка етіп, ұзынша етіп турап аламыз. Содан кейін саңырау құлақтарымыздың түбін кішкене алып тастаймыз дағыны, оны да осылай үлкендеу етіп ұзыншалап турап аламыз. Каналымды жоғалтып алмас үшін алдымен тіркеліп лайк басып қойыңыздар, және де әрбір тіркелген жан үшін алғысым шексіз, сіздерге үлкен рахмет. Ең алдымен пиязымыз бен саңырау құлағымызды жақсылап қуырып алғаннан кейін оның үстіне осылай тауықтың төс етін салып, осы өзінің буына қуырамыз. Бұлай жасау өте дәмді болады, әрі тауықтың төс еті жылдам ғана піседі. Бір 10-15 минуттай жай отқа қуырамыз. Сол кезде өзінің сочный дейміз ғой, яғни дәмін керемет сіңіріп, майдың дәмін, саңырау құлақтың, пияздың дәмін сіңіріп, төс етіміз өте дәмді болады. Және де артық майларын осылай алып тастаймыз дағыны. Туралған қиярдың үстіне қосамыз. Қаласаңыздар, тұздалған қиярдың орнына свежий, яғни балғын қияр қоссаңыздар да болады. Бірақ негізінде осы салат тұздалған қиярымен дәмдірек болып шығады. 2 қасық майонез саламыз. Одан көп сала беруге болмайды, себебі онсызда бұл майға қуырылған пияз, саңырау құлақ, төс еті барлығы тым майлы болып кетеді. Сондықтан да осы порция жетеді. Енді бұл салаттың бетіне әдемілеп тұрып омлет жасаймыз. 3 жұмыртқаға қалауыңызша 2 қасық сливки, не болмаса сүт қойсаңыздар болады. Негізінде сливкимен дәмі өте керемет болып шығады. 33% сливки болса тіпті керемет. Кішкене дәміне қарай тұз қосамыз. Жасыл кептірілген укроп. Бұл міндетті емес, бірақ негізінде салатқа әдемі көріну үшін, түр-түс беру үшін осылай қосуға болады. Жұқа ғана майды құйып, түбіне осындай бетін қақпағын жауып отырып, омлетті қуырып аламыз. Қараңыздар, омлеттің түрінің өзі қандай әдемі болып піседі. Осында 2 омлет шықты, осыны жақсылап турап, енді салатымыздың бетіне қоя саламыз. Әркім өз қалауынша сәндейді. Барлықтарыңызға ас болсын, жасап көріңіздер. Және басқа да туыстарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Келесі видеоларда көріскенше хош сау болыңыздар. Рецепт описание бөлімінде.